Сөйтіп 4-5 бейтаныс келімсектер менің қасыма енді жақындай бергенде, қарудың атқан дыбысы тарс ете қалды. Әлдекім келімсектерге оқ жаудырып, оларды үркіте бастады. Шынымен келімсектер артқа шегініп, су астына қайта кіріп кетті. Мені біреу құтқарды. Ол кім? Деп басымды бұрып қарасам, бұл күндіз ғана сөйлескен шал екен. Бәсе таңертең сөйлескенімде ол маған бірдеңені меңзеп айтқысы келген еді. Бірақ ана сүмелек келіп қалғаннан кейін маған дұрыс ескерте алмады. Бұл ауылдан кетіп қал деп айттым ғой саған. Үлкендерді тыңдамайсыңдар. Ал не болды? Анау мақұлықтардың түнгі азығы бола жаздадың. Деп қария менің қасыма жақындап, арқандарды шеше бастады. Маған түсіндіре аласыз ба, мыналар не бәле өзі? Ауылдарында не болып жатыр?